Күн достар, қалдарыңыз қалай? Қазір енді тойханаға шықтық, барып алдын ала кішкене жарты ақшасын беріп кетеміз. Негізі баланың туған күнінде тұсаукесерінде жасау оңай емес екен. Кәдімгідей айта алмаймын. Түнгі ұйқыдан да айырылдық. Азанда ұйқыдан тұрамын дегенше, оған дейін примерно 10-20 рет оянатын шығармын. Ананы ойлаймын, мынаны ойлаймын. Енді бір несі, андай қазақша көйлектерді қалай іздейді? Жазып жатырмын да қазақша көйлек деп жазам, этно киімдер деп жазам, андай ше. Тұсаукесерге киетін көйлектер болады ғой. Сондай таппай жатырмын. Жақта қамап отыр. Амандаспайсың ба? Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Ал біз тойханаға келдік. Қазір енді столға не беретіндерімізді қарап жатырмыз. Бұл бізде нежность деген салат, тоже майонезбен жүреді. И екеуін жаңағы мен алсаңыз өте жақсы кетеді. Бетіндегі брынза ғой, бір куриный филе, омлет жүреді ішінде, и потом Ал берсе енді мына жерге Назар бір жас тұсаукесер деп жазылады. Келетін қонақтарымыздың тізімдері осында болады. Келетін достарымыз ол жаққа қарайсыздар, кімнің қай жерге орындары жазылған, сол бойынша кіріп отырасыздар. Әр столда номерлер жазылып тұрады. Мына жақ міне берсе Назардың тұсаукесері бір жас өтетін жері. Дайындалып жатырмыз, барынша жақсы өтсе екен деп берсе. Той секілді барлығының көңілі шықса екен деп отырмын. Осы жерде кезінде өзім ұзатылғам, Альмира ханыммен ұзатқан. Мына жерде дәл ортада баннер болады. Мына екі столды жоғары қарай сырғытады. Баннер тұрады, қалғандардың барлығында уже адамдарға сол жайылып. Осы жақта отырады. Аз-ақ күн қалды. Өзімізде шыны керек. Назардың туылған күніне 3-4 күн қалғанда ғана қимылдап бастадық. Қазақпыз ғой, енді күн жақындағанда ғана кішкене бір жерімізді көтеріп жұмыс істейміз дегендей. Бұйыртса енді главное барлығы жақсы болсын. Стористарымызды жібермей қарап отырыңыздар. Вот. Мен бірге столға не қойылады, қандай салаттар, қандай тамақтар қойылады, барлығын шешіп алдық. Бір жақсы кондер көп екен, иә? Қалай? Осы жерде мені алып кетіп едіңіз ғой, білесіз ба? Иә. 5 кондер бар екен. Не хабар? Свет жанып өшіп не болды кеше? Аман болды ма? Жап-жарық кезде не үшін жақып қояды деймін бізде? Жап-жарық қар. Азанда да таң атып кеткен кезде жанып тұра береді. Не үшін? Керегі жоқ кезде. Баршаңызға қайырлы күн. Исаевтан сөйлеп тұрмыз. Қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? 2 күн қатарынан тойымызды абыроймен атқардық. Бірінші Жаркент қаласында тойымыз болды. Оны да абыроймен атқардық. Кеше Алматы қаласындағы үйлену тойымызды да Аллаға шүкір өз дәрежесін аяқтап, той иелерінің рахметін, алғысын барлығын алып, енді бүгін Қордайға тойға шығып бара жатырмыз. Біз білесіздер, Қордайға жиі барамыз. Қордайдағы тамаша тойдың тізгінін ұстайын деп шауып бара жатқан жайымыз бар. Алла сапарымызды сәтті қылсын. Той деп, жақсылық деп, қуаныш деп шапқылап жүре берейік. Біз білесіздер, постоянно ат үстінде сапарда жүреміз. Сол себепті біз үшін дұға етіп қойыңыздар. Ал баршаңызға күн қайырлы болсын ағайын. Ассалаумағалейкум. Сосын бекер отырмай сіздерге қызық әңгіме айтып берейін. Сол өткенде жаңағы балапанымыздың еміне деп мен жаңағы сторис салдым ғой. Сол кезде бір оқырманым маған жазған еді дайретке: Бексұлтан мырза, соңғы 2000 теңге бар Каспийде, соны салдым. Сол балапанның көзі көріп кетсінші, ол балапан бізге қарағанда мұқтаж ғой деп ақшасын салған екен. Сөйтіп кешке жақын маған қуанып жазып тұр, тағы дайретке жазыпты: Бексұлтан мырза, күйеуім бір ай болды айлығын ала алмай жүреді, біреулер алдап ақшасын бермей жүреді. Бүгін бір кісілер арқылы күйеуім сол көптен күткен айлығын алып, бәріміз қуанып, бүгін киноға барып, арқа-жарқа болып, бала-шағамызға киім алып қуанып жатырмыз дейді. Шынымен сауапты істің пайдасы қандай болатынын осы оқырманның әңгімесінен ақ білсеңіздер болады. Өйткені сіз біреуге көмектессеңіз, Алла сізге 10 есе көмектеседі ғой. Ол енді өмірде дәлелденген нәрсе, оны мен өзім ойдан шығарып отырған жоқпын. Өмірде дәлелденіп қойған нәрсе ол. Шынында қазір сен біреуге 1000 теңге салсаң, Алла. Ауыл. Осындай жота дейді ғой, таумен жүріп өскен қыздардың бірі. Су бізде. Мамалар.
суды ластамаймыз, балалар. Суды ластамаймыз. Мектептегі бұзық балалар болады, сол сияқты ластап, бәрін құртып. Іше бересің ше, қанша ішсең. Мамсыз оқырмандарым сағынып жатыр. Бағытта тез жоқ болып кетті. Ауылға кет жоқ болып кеттім десе. Мамам жазылды де. Мам, біздің ауыл қалай екен? Жақсы, керемет күшті. Күшті ма? Санап жатыр ма? Прям керемет. Тағы бір келіп кеттің Алласына сен. бәрі керемет күшті екен. Үй сатылғанға шейін тағы бір. Иә, құдай қаласа келеміз. Ләсте қалай екен? Керемет. Керемет пе? Суы да тамаша. Пап, Ерлан аға қалай екен ауыл? Отлично. Керемет бұлақтың Қалай, той. суын ішіп жатырмыз. Өте керемет. Бәрі Тілек айтып ішіңіз. загадываем желание. Иә, загадываем желание. Пап, стиль болыпсы. Стиль таза қызылорда болыпсы. Мишка, атқа жайдақ шабасың ба? Атқа жайдақ шабасың ба? Не аттыр. Ауылда өскеніме қатты қуанамын. Ауылда өстім. Ең ауыл бала екен. Көкелерін тұрсын. Күшті. Кетіп баратыр ауылда осылай байып. Ауылда не білесің, ауылда ажарқын кім білмейсің сен. Нағыз ауылдың қызымын мен. Атқа шауып өскен. Ой, блин, сенбейсің ма?